кезінде тазалық және көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы қоқыстарды қазір пайдаға жаратқанымызды өздеріңіз көретін боласыздар. Бұл қалдықтардан жасалған ауа тазартқыш машинасы. Бұл ауа тазартқыш машинасында біз бағдаршам спесиясы қылып алдық. Яғни неліктен біз бағдаршамға күнде қараған секілді өзіміздің табиғатымызға да, экологиямызға да сондай мән беру керекпіз. Яғни бұл 3 бөлікке 3 түрлі қоқыс салынады. Қызыл түске балқаш қалдықтары, сары түске полиэтилен яғни целлофан қалдықтары, ал жасыл түске ағаш қалдықтары салынатын болады. Яғни бұл қалай жұмыс істейді десеңіздер, осылай артын айналдыру арқылы ауа тазартатын боламыз. Бұл ауа тазартқыш машинасы көгалдандыру және тазалық жұмыстары кезінде ауа тазартатын болады. Осы машинаны біз қаламызға ұсынатын боламыз. Келесі туындымыз жүйке тыныштандырғыш. Бұл жүйке тыныштандырғышқа 2 қақпақта кетті. Яғни бұл қақпақтарды біз көгалдандыру және тазалық жұмыстары кезінде жинап алдық. Ол адамның нервісін және де миын тыныштандырады. Бұл адам аяғының моторикасын дамытады. Бұл жұмсақ орындық. Бұл резинка қалдықтарынан және машина баллондарынан жасалған. Біз резинканы өртесек, табиғатқа зиян тигізеді. Яғни экологиялық дағдарыс болады. Сондықтан да біз осындай пайдалы дүниелер жасаймыз. Сіздерді осындай пайдалы дүние жасауға шақырамын. Бұл дүниежүзілік карта. Бұл карта әлемді таным деп аталады. Бұл карта мектептегі көгалдандыру және тазалық жұмыстары кезінде жинап алынған қақпақтан жасалды. Бұл картаға біздің 3 апта уақытымыз кетті. Бұл картаның негізгі мақсаты оқушыларға география сабағында ғана емес, үзіліс уақытында да осы әлемдегі елдердің карталарын білуге шақырады.